Ассаламуалейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Менің есімім Абу болады. Және мен сіздерге осы жай намаз туралы біраз өте қажетті мәлімет, ақпарат беріп өтейін деп едім. Соны қазір көрсеңіздер, жай намаз алар кезде мұқият болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін соны. Ешқашанда осындай гүлі бар адамның намаз оқып тұрған кезде ойын бұзатын намаз алмауыңызға тырысыңыздар. Одан гөрі ақ мата сатып алып, тегіншіге беріп, тіктіріп алған жай намаз абзалырақ болады. Адамның ойын бөлмейді. Және осы ақпарат сіздерге өте маңызды деп ойлаймын. Қазір көрсетейін. Міне сіздерге көрсету үшін осындай кез келген бір салафан керек болады. Сосын оны қазір көрсетеміз қалай көру керек екен. Осылай суреттің үстіне қоямыз да қолыма қалам алып былай сызып көреміз. Осылай істесеңіздер сіздерге өте қажет. Әрине біз намазхан болғандықтан, намаз оқығандықтан жай намазға жақсы көңіл бөлуіміз керекпіз. Кімге tapынып, кімге құлшылық етіп жатқанымызды өзіміз де білмейміз кейде. Қарасаңыздар, біз бір Алладан басқа ешкімге құлшылық етпейміз, өйткені бәрімізді жаратқан Алла ғана. Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам одан басқа саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі, яғни. Қазір көресіздер бұдан қандай не шығатынын. Бізді санамызды улау үшін, тіпті Алладан түзу жолдан, яғни тайдыру үшін осындай нелер ойластырып шығарып жатқандығын көріп таң қалып жатырмыз қазір. Өте қорқынышты мәселе бұл. Бұған жақсылап көңіл бөлген дұрыс. Бұл бірінші, және екінші мынау жерде қазір көресіздер бұны да. Не үшін мен сызып жатқанымды. Ешқашанда жай намаз алғанда, жаңа орысша айтқанда узоры дейді ғой, ешқандай узоры бар алмаңыздар. Абайлаңыздар мұсылман қауым. Кәне бисмилля, көрейік. Енді арнайы сіздерге арнатында бір парақ дайындап қойғам, ақ парақ. Қазір шыққан, не шыққан көрейік. Бірінші сурет қараңыздар. Бұл не? Бұл яғни шайтанның белгісі. Бұл мүйізі,
екі мүйізі, басы, міне екі көзі. Жаңағы жай намазға қарасаңыздар, екі көздің ортасында қызыл точка болған. Оны мысалға біз қызылмен дәл сол точканы келтірсек, мында осындай болады. Сосын аның арасында біткен қызыл болды ғой, чем қателеспесем. Я, мына жерде қызыл болды осындай. Ауызы қызыл от деген сияқты мысалы. Я, осындай және мына жерінде біткен бір бас киім болды ма, бір денесі болды біткен. Қарасаңыздар, нағыз шайтан. Міне ішінде кішкентай тағы бір шайтанның белгісі сияқты екі мүйізі, құлағы бар, екі қолы, екі аяғы бар. Міне мынандай көп қолдары бар. Мысалы, анау Үндістанның фильмдерінде көрген шығарсыздар. Пұт дейді ғой, мүсін, көп қолды мүсіндер, соған іспеттес сияқты көрінді. Маған білмеймін, сіздер қалай түсінесіздер. Осындай міне шайтанның белгісі бар. Жай намаз. Және екінші үстіндегісі міне осындай. Оның мына жерінде тағы да көзінің ортасында біткен қызыл екі нүкте точка болды біткен. Оны келтірсек, сосын аузының іші қызыл болды тағы да олда да. Қарасаңыз, тура шайтан екі мүйізі бар. Міне басында тәжісі бар осындай. Осылай жасап көріңіздер. Салафанға сызып үйлеріңізде бар жай намазды бәрін осылай жасап көріңіздер. Және ондай шығып жатса, оны бірден бір айтайын, тура отқа салып өртеуге тура келеді. Өйткені біз шайтанға емес, біз бір Алла Тағалаға ғана құлшылық етеміз. Бір Аллаға ғана сәжде етеміз. Сондықтан кімге және не нәрсеге сәжде жасап жатқанымызды біз білуіміз керекпіз. Және есімізді жиық, құрметті мұсылман қауым. Алла разы болсын. Сіздермен болған мен Абу.